Сәлем достар, бүгінгі видеомызда үйдегі бар заттардан дәмі тіл үйіретін жеңіл салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де менің каналымда бұдан басқа оливье салаты бар. Және келесіде мен сіздермен қызылшадан жасалған салатпен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Енді видеомызды бастайтын болсақ, ол үшін 10 жұмыртқа, 1 банка жүгері және 1 банка саңырауқұлақ, сүт және майонез керек. 10 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне шамалы сүт құйып, тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың үстіне 100 граммдай сұйық майымызды құйып, оны араластырамыз. Блинный пісіретін табамызға бір ожаулап құйып отырып, блинный пісіреміз. Блинныйымыз осылайынан дайын болады. Енді оны блинныйымызды 4-ке бөліп, жіңішкелеп турап шығамыз. Туралған блинныйымыздың үстіне осындай шампиньон, одан кейін жүгері және майонез керек, және кішкене тұз. Шампиньонымызды жіңішкелеп турап алып, оны блинныйымыздың үстіне салып, оған кукурузамызды қосып, оның үстіне майонезін салып, араластырып, кішкене тұз себуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өздеріңіздің рецептеріңізбен де бөлісе отырыңыздар.